Шынымды айтайын, Димашпен байланыс жоқ. Әлішер Каримов журналист Асхат Сатырбайға берген сұхбатында Димаш Құдайбергенмен не үшін араласпай кеткенін айтты. Шынымды айтсам, Димашпен қазір байланысым жоқ. Бірнеше ай бұрын студияда көріп қалдым. Жағдай сұрастық, 2 минуттай ғана сөйлестік. Туған күнімізде бір-бірімізді құттықтаймыз, хабарласпаймыз. Қытайға дейін болған байланысы басқа, Қытайдан кейін басқа болып кетті. Неге екен білмеймін, уақыты жоқ шығар. Бір кезде телефон нөмірімізбен алмасайық деген болатынмын. Бірақ жауап болмаған соң сол жерден қоя салдым. Мен жылағанды ұнатпайтын адаммын, деді әнші. Еліміздің осындай танымал әріптес адамдар арасында қарым-қатынастың үзілуі өте өкінішті жағдай. Оның үстіне Димаш пен Әлішердің дауыстары бір-біріне ұқсайды емес пе? Қарап отырсақ, осындай дауыс жақындығы адамдарды біріктіру керек. Алайда екеуінің арасында суықтық түсіпті. Қызық жағдай екен. Бұл туралы Әлішердің өзі де айтып өтті. Қолдағанда, мы были прям как братья, да? Естігендеріңіздей, Әлішердің сөзіне қарағанда Димаш екеуінің оның Қытайға дейінгі мансабынан бұрын таныстық қарым-қатынасы болған екен. Бірақ Қытайдан соң бәрі өзгеріпті. Димаш туралы жаман ойға бармаймыз әрине. Бірақ әлемдік мансап, миллиондаған ақша кез келген адамды да бұза алады. Өмірімізде жиі жақын достардың да бір-бірімен ұрсып, қош айырылысатынын көріп жатамыз. Осы тектес таныстықтың үзілуі бұның қасында ештеңе болмай қалады. Әлде бұл жерде басқа бір себеп бар ма? Мүмкін Әлішермен көрінген Димаштың абыройына, халық алдындағы бейнесіне нұқсан келе ме? Қалай болса да Әлішердің әңгімесінен жағдайдың шет жағасын көріп қалдық. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Комментте ойыңызбен бөлісе кетіңіз.